Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім оң. Керемет, тамаша. 29 қыркүйек Садгурудан оязық. Адамның проблемалары келіп жатқан ақпараттарды дұрыстап қабылдап қарамауында. Мысалға көптеген ақпараттар бар, білімдер бар. Жанартау курсындағы, стимшак курсындағы жоғарғы деңгейдегі білім әлемнен алынған және зерттеулерден өткен, практика жасап, өзіміз басымыздан өткен керемет білім бар. Азат мырза мысалға 20 жылдың үстінде ревматоидный артриттен жазылып, Бақытгүл ханым 16 жыл қиналып ревматоидный артриттен жазылған емделмейді деген аурулардан, және Асқан ханым АТПО-сы 450-ден асып кеткен, ТТГ-сы көтеріліп кеткен, осы жердегі жанартау курсындағы, стимшак курсындағы білімдерді алып, құлан таза айығып, жазылып және үлгі болып жүр. Мен өзімде мысалға осы жерде қайнаған білімнің ортасында жүрсем де, 2 жыл бойына жанартаудағы білімдердің барлығын қарап, эссе жазып, видеоға айтып, стимшактегі тәсіл, тәсілдердің бәрін бірге бір жасағанның арқасында кереметтей жетістіктерге жетіп отырмыз денсаулықта. Және көп адамдар мысалға айтып жатады, жанартауда да бармын, стимшакте де бармын, не істесем болады, ана жерім ауырады, мына жерім ауырады деп соғып жатады. Ондай адамдар мысалға жасап кету, бастап кету мысалға кейбір адамдарға қиын болуы мүмкін. Ол үшін ондай адамдарға мысалға айтқым келеді менің. Алматы қаласында жан тән сауықтыру орталығы бар. Сол жерге барсаңыздар, мысалға басын бастап береді. Ары қарай сіздерге алып кету өте оңай болады. Және ағза тазалауда мысалға қаншама адамдардың проблемасы болып жүр, салмақ тастау. Сол жерде мысалға Асқан ханым 20 килограмм салмақ тастады, мен 10 килограмм салмақ тастадым. Кеше жан тән сауықтыру орталығына барсам, ағайдың серіктестерінің бәрі, шәкірттерінің бәрі салмақ тастап алған. Өте керемет нәтиже, өте керемет жетістіктер деп айта аламын. Сондықтан да осы жердегі беріліп жатқан білімдерді бірге бір жасасаңыздар, іс-әрекет жасасаңыздар, барлығын жетістіктерге жетесіздер. Денсаулықтарыңызды 100% жасап аласыздар. Сәттілік тілеймін барлығыңызға. Сәттілік тілеймін, денсаулықтарыңыз мықты, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, жадырап жарқырап жүрген жасампаз жан болыңыздар. Сәттілік барлығыңызға.